Ғылым тілінде оптимизм дегеніміз дүниеге үміт көзімен, сеніммен қараушылық, үмітсіздіктен аулақ болу, дүниеде ізгілік үстем болады, әділет салтанат құрады және барша жұрт бақытқа кенеледі деген сенімге негізделген дүниетану түсінігі. Бұл анықтаманың сипатын экзистенциалды кеңістікке салсақ, оптимизмнің шеңбері едәуір кең екенін түсінуге болады. Сәлем достар, сіздермен бірге Тентек арнасының ең алғашқы шығарылымы назарларыңызға оптимистік ұстанымға арналған сюжеттерді ұсынамыз. Ақшадан да құнды дүние. Бір кәсіпкердің ісі алға баспай, сәтсіздіктер бірінің артынан бірі шыға береді. Ақыры қарызға батып, кәсібі тоқтайды. Жағдайдан қалай шығуға болады деп басы қатқан ол саябаққа келіп демалып отырады. Сол кезде қасына егде тартқан біреу келіп, мән-жайды сұрап көмектеспек болады. Қарызға батқан кәсіпкердің жағдайын түсінген қария $500,000 чегін шығарып қол қояды да кәсіпкерге ұсынады. Мына соманы қабыл ал. 1 жылдан кейін жағдайың түзелгенде маған дәл осы жерде, дәл осы уақытта қайтарарсың деп өз жөнімен кете береді. Бұл мәртікке қайран қалған кәсіпкер чекке қараса, әлгі адам сол кездегі ең бай кәсіпкер Джон Рокфеллер екен. Сол сәттен бастап кәсіпкерге қанат бітіп, ісі алға басады. Бірақ ол $500,000 кәдеге жаратпайды. Ісі мүлдем құрдымға кеткен жағдайда керек болар деп іскер адам ретінде оны бөлек сақтап қояды. Кәсібі оңалған кәсіпкер бұрынғы жағдайын қайта қалпына келтіріп дами береді. Солай 1 жылда өте шығып, кәсіпкер әлгі уағдаласқан жерге қарызын қайтару үшін қайта келеді. Келіскен уақытта қария да келеді. Кәсіпкер алғысын енді жаудырмақ болып жатқанда, қарияны артынан қуып жеткен медбикелер шап беріп ұстап алады. Әрең ұстадық, құрсын, қазір ғана үйде жүрген еді, тағы қашып кетіпті. Сізден кешірім сұраймыз. Бұл кісі көше кезіп, бәріне өзін Джон Рокфеллермін деп таныстырып жүреді. Сіздің мазаңызды алмаған болар деп жөнінен кете береді. Сол сәтте кәсіпкер өзінің 1 жыл бойы ауадағы ақшамен жүргенін түсінеді. Бірақ сол ақшаның иллюзиясы кәсіпкерге оптимизм беріп қанаттырғандығы да рас. Екі түрлі көзқарас. Аяқ киім өндіретін белгілі компания өз тауарын Үндістанға шығармақ ниетпен 2 сарапшысын сонда жібереді. Екеуіне жергілікті халықтың тұрмысы мен тауардың сатылу потенциалын бағалау тапсырылады. Біраз уақыт өткен соң бірінші сарапшы келіп былай дейді: мұнда ешкім аяқ киім кимейді, босқа әуре болмайық. Ал екінші сарапшы әлі де Үндістанда еді. Біршама уақыттан кейін одан да хабар келеді: жолдастар, біз сатылымды 3 есе арттыра алатын мүмкіндікке ие болып отырмыз. Мұнда ешкімнің аяқ киімі жоқ. Тамаша емес пе? Біз бұдан алатын түйініміз, кез келген жағдай біреу үшін алынбайтын қамал болса, ал біреу үшін таптырмайтын мүмкіндік. Сіздермен бірге болған Тентек арнасының ең алғашқы шығарылымы. Видео ұнаса лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар, каналға жазылыңыздар. Және де келесі видеоға дейін сау болыңыздар.